Ақтөбеде тұрғын үй коммуналдық саладағы қайта жаңғырту мемлекеттік бағдарламасы аясында 8 үй термомодернизациядан өтті. Қазір жұмыстардың 90% игерілген және осы бағдарлама аясында 15 жылдан бері лифтсіз көп қалған көп қабатты тұрғын үйдің біріне алғаш лифт қосылды. Заида Султамұратова зейнеткер жасына қарамастан күніне 2-3 рет 10-шы қабаттағы пәтеріне жаяу көтеріліп қайта түсетін. Енді міне көптен күткен лифтіміз іске қосылды. Тіпті балаша қуандық дейді. Өйткені Ақтөбе қаласындағы Ағайынды Жұбановтар көшесіндегі 285-ші үйде лифт 1996 жылдан бері жұмыс істемейтін. Әсіресе жасы ұлғайған, әрі науқас тұрғындар қиналатын. 10-шы этажда мен тұрам, менімен бірге мына көршім тұрады. Ол әйел тіпті жеті емес, айлап та шықпайды. Нанын, суын бәрін біз әкеліп береміз. Сол мына кішкентай немере балдар бар. Кеше енді ашылғаннан кейін қуанғанына бір түстік, бір міндік. Бұл тұрғын үй коммуналдық саладағы бағдарламаның бір жемісі. Тұрғындар өзара келісімге келіп, жаңа заманауи үлгідегі қуат үнемдейтін әрі жылдамдығы мен қауіпсіздік талаптары сақталған, енді тағы 9 лифтіге қол жеткізеді. Бір лифт құны 5 миллион теңге шамасында. Жұмсалған қаржы мемлекет қазынасына 7 жыл ішінде тұрғындар есебінен қайтарылады. Реформаның нәтижелі екенін тұрғындар нақты сезе бастаған. Мәселен, Ақтөбедегі әбден ескірген, пайдалануға берілгеніне 40 жылдан асқан 8 үй биыл толық күрделі жөндеуден өтуде. Мына Лачугина көшесіндегі 5-ші үйдің шатыры мен подвалы жаңартылды. Сыртқы келбеті де өзгерді. Үйлердің кіреберістеріне де жөндеу жүргізілді. Бір үйге қазынадан 46 миллион теңгеден астам қаржы бөлінген. Сондай-ақ бағдарламаның екінші тетігі бойынша қаладағы тағы да 45 үйге жартылай жөндеу жүргізілуде. Инженерлік желілерде 100% ауыстырылып болды. Және біз автоматтандырған бекетін қойдық. Қазір таңда жұмыс жақсы жүріп жатыр. Алғашында бұл пилоттық жобаға үрке қарағанмен мемлекет тарапынан нақты қолдау барына көз жеткізіп, қазір тұрғындар өздері үйлерін жаңғыртуға көмек сұрап келе бастаған. Жалпы Ақтөбе қаласында бүгінде 1547 көпқабатты тұрғын үй бар. Соның 400-ге жуығы, яғни 30% ескірген. Тұрғындардың жылы да жайлы, таза әрі әсем үйлерде тұрулары үшін жасалып отырған термомодернизация жұмыстарына кеткен шығын 10 жыл ішінде пайызсыз несие ретінде қайтарылады. Ол әр тұрғынға шаққанда айына пәтердің шаршы метріне 1000 мен 3000 теңге аралығында. Қазір Ақтөбе қаласы тұрғындары бұл бағдарламаға қатысуға аса ниетті. Нұргүл Қонақбаева, Александр Степаненко, хабар агенттігі, Ақтөбеден.